Сәлем достар, бүгін сіздермен маркав жасалатын дайындаймыз. Бізге қажет заттар: ең алдымен сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Сәбіздерімізді үккіштен өткізіп, мөлшеріне қарай тұз себеміз. Тұз сеуіп, үккіштен өткізген сәбізімізді жақсылап басып қоямыз. Сәбізімізге тұз қосып араластырып алған соң 10 минутқа демалдыруға қоямыз. Чеснок қосамыз. Мендегі дәмдеуші для маркавчы және шашечный приправа. Өз қалауыңыз бойынша дәмдеушілер қосуға болады. Қара бұрыш қосамыз. Газымызды жағып, майымызды қыздыруға қоямыз. Майымызды қыздырып, дәмдеушілер қосылған сәбізімізге ыстық күйінде құйып аламыз. Сақ болыңыздар, қолмен араластырмаңыздар. Майды құйып, уксус қосамыз. 1 столовый ложка немесе 2 столовый ложка, өз дәміңізге қарай. Араластырып аламыз.
Салатымыз дайын. Жақсылап араластырып, басқа ыдысқа контейнерге салып, холодильникке 1-2 саатқа қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын. Тіркеліп кетіңіздер.